Ассалаумағалейкум, құрметті білім сүйер қауым. Қылмыстық құқық бөлімінің жалпы бөлімінің тақырыптарына тоқталып кетсек, бүгінгі тақырыптарымыздың бірі қылмыстық құқық бұзушылықтың жасау сатылары. Өте қызықты тақырыптардың бірі. Мен өзім аға оқытушы Першеев Алишер Сапарбекұлы, осы қылмыстық құқық сабағынан беретін дәріскермін. Жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтың жасау сатылары дегеніміз қасақана істелген қылмысқа дайындалу, оқталудан біткенге дейін өтетін кезеңдерді айтамыз. Оның түрлері: қылмыстың істеуге дайындалу, қылмыс істеуге оқталу және аяқталған қылмыс. Ендеше дәрістің жоспарына тоқтала кетсек. Дәрісімізде жалпы 5 сұрақ қаралатын болады. Бірінші сұрақ: қасақана қылмыс жасау сатыларының ұғымы және түрлері. Қылмыс жасау сатылары институтының Қазақстан Республикасы ішкі істер органының қылмыстық құқық қызметіндегі мәні. Екінші сұрақ: қылмысқа дайындалу, ол үшін қылмыстық жауаптылық негіздері мен шарттары. Үшінші сұрақ: қылмыс жасауға оқталу, оның түрлері, ол үшін қылмыстық жауаптылық негіздері. Төртінші сұрақта аяқталған қылмыстық бұзушылық кезеңдері қаралатын болады. Ал бесінші сұрақ: қылмыстық бұзушылық жасаудан өз еркімен бас тарту, өз еркімен бас тартуда қылмыстық жауаптылыққа тартпау негіздері мен шарттары және өз еркімен бас тартудың шын өкінуден айырмашылығы. Бірінші сұраққа келетін болсақ, қасақана қылмыс жасау сатыларының ұғымы және түрлері. Қылмыс жасау сатылары институтының ішкі істер органдарға қылмыстық құқық қызметіндегі мәні. Қылмыстық құқық бұзушылық жасау сатылары ол қасақана қылмыстық құқық бұзушылыққа дайындалу, оқталудан бастап аяқталғанға дейін өтетін кезеңдері. Оның түрлері: қылмысқа дайындалу, қылмысқа оқталу және аяқталған қылмыс болып табылады. Екінші сұрағымыз: қылмысқа дайындалу, ол үшін қылмыстық жауаптылық негіздері мен шарттары. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24 бабы 1 бөлігіне сәйкес, тікелей пиғылмен жасалған қылмыс құралдарымен немесе қаруды іздестіру, әзірлеу немесе бейімдеп жасау, қылмысқа сыбайлас қатысушыларды іздестіру, қылмыс жасауға сөз байласу не қылмыс жасау үшін өзге де қасақана жағдайлар жасау, егер бұл ретте қылмыс адамның еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмеген болса, қылмысқа дайындалу деп танылады. Осы баптың 2 бөлігіне сәйкес, ауыр немесе аса ауыр қылмысқа дайындалған үшін, сондай-ақ террористік қылмысқа дайындалған үшін қылмыстық жауаптылық туындайды. Яғни ауырлығы орташа немесе ауырлығы онша емес қылмыстық теріс қылықтар бойынша қылмысқа дайындалған үшін жауаптылық жоқ, заңмен қарастырылмаған. Енді үшінші сұраққа келейік: қылмыс жасауға оқталу, оның түрлері, ол үшін қылмыстық жауаптылық негіздері. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігіне сәйкес, қылмыс жасауға тура бағытталған тікелей пиғылмен жасалған әрекеттер немесе әрекетсіздік, егер бұл ретте қылмыс адамға байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмеген болса, қылмысқа оқталу деп танылады. Осы баптың 4 бөлігіне сәйкес, ауырлығы орташа қылмысқа, ауыр немесе аса ауыр қылмысқа оқталғаны үшін, сондай-ақ террористік қылмысқа оқталғаны үшін қылмыстық жауаптылық туындайды. Бұл ретте ауырлығы онша емес және қылмыстық теріс қылықтарға оқталғаны үшін қылмыстық жауаптылық заңмен қарастырылмаған. Қылмысқа оқталу түрлерін келетін болсақ, оқталудың түрлері: ол аяқталған оқталу, яғни кінәлінің қылмысты аяқтауға қажетті деп санаған барлық іс-әрекеттерін толық істеуі, бірақ осыған қарамастан адамның еркінен тыс жағдайларда қылмыс аяқталмай қалуы зардаптың нәтижесі болуы, ол аяқталған қылмыс оқталу болып танылады. Және аяқталмаған оқталу: кінәлінің қылмысты аяқтауға қажетті деп санаған барлық іс-әрекеттері толық емес еркінен тыс жағдайларға байланысты жарым-жартылай орындалуы, ол аяқталмаған оқталу болып саналады. Және жарамсыз объектке немесе затқа және жарамсыз құралмен оқталуы. Төртінші сұрақ: аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық кезеңдері. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 25 бабына сәйкес, егер адам жасаған іс-әрекетте осы кодекстің ерекше бөлігінде көзделген құқық бұзушылық құрамының барлық белгілері болса, қылмыстық құқық бұзушылық аяқталған деп танылады. Яғни қылмыс құрамында көрсетілген құрамы толық болса және қылмыстық кодексінің ерекше бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтың толық сипаттары толық болса, ол кезде қылмыс аяқталған деп есептеледі. Бесінші сұрақ: қылмыстық құқық бұзушылық жасаудан өз еркімен бас тарту, яғни добровольный отказ. Өз еркімен бас тартуда қылмыстық жауаптылық тартпау негіздері мен шарттары, өз еркімен бас тартудың шын өкінуден айырмашылығы. Адамның дайындалу әрекеттерін тоқтатуы не осы іс-әрекетті жасауға тікелей бағытталған әрекетсіздікті тоқтатуы, егер адам оны ақырына дейін жеткізу мүмкіндігін ұғынған болса, қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тарту деп танылады. Егер адам осы іс-әрекетті ақырына дейін жеткізуден өз еркімен және бір жолата бас тартса,
ол осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық жауаптылыққа жатпайды. Айқындайтын болсақ, дайындалу сатысында қылмыстан бас тарту белсенді түрде қылмыстық іс-әрекеттерін жасауды тойтаруы. Егер қылмыстық құқық бұзушылықты ұйымдастырушы және оған айдап салушы мемлекеттік органдарға хабарлауымен немесе өзге де қолданылған шаралармен орындаушының осы құқық бұзушылықты ақырына дейін жеткізуіне жол бермесе, бұл адамдар қылмыстық жауаптылыққа жатпайды. Егер орындаушы қылмыстық құқық бұзушылықты аяқтағанға дейін оған күні бұрын уәде берген жәрдемінен бас тартса, немесе көрсетілген көмектің салдарын жойса, көмектесушісі қылмыстық жауаптылыққа жатпайды. Оқталу сатысында аяқталмаған оқталуда бас тарту белсенді түрде қылмыстың зардабын болғызбауға, тойтаруға бағытталуы. Аяқталған оқталуда белсенді түрде қылмыстың зардабын толық жоюға бағытталған әрекеттері. Қылмыс істеуден өз еркімен бас тарту болмайды, егер қылмыс адамның еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмеуі және қылмысқа дайындалу мен оқталудың нақты белгілері қамтылса. Қылмыс істеуден өз еркімен бас тарту болады, егер қылмысты ақырына дейін жеткізуден өз еркімен бір жола бас тартуы. Қылмысты ақырына дейін жеткізуден өз еркімен бас тартқан адам оның нақты жасаған әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы белгілері болмауы. Қылмыстық құқық бұзушылықты ақырына дейін жеткізуден өз еркімен бас тартқан адам, егер оның іс жүзінде жасаған іс-әрекеттерінде өзге қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болған жағдайда ғана қылмыстық жауаптылыққа жатады. Қылмыстық кодексінің 26 бабы сіздерге көрсетіліп отыр. Оқып танысып көрсеңіздер болады. Бұл жерде қылмыстық құқық бұзушылықтың өз еркімен бас тарту көрсетілген. Құрметті білім алушылар, осымен дәрісіміз аяқталды.